Баршаңызға қайырлы кеш, құрметті қыз-келіншектер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді әрі ерекше салаттың бірін дайындайтын боламыз. Ең алдымен бұл салатты дайындауға бізге пияз, тәтті қызыл болгар бұрышы, қызанақ, аскөк, қияр, қырыққабат және сарымсақ, қант, тұз және де аспирин және сәбіз қажет болады. Бұл салаттың құрамындағы көкөністер ешқандай қуырылмайды, барлығын турап банкаға салатын боламыз. Біз барлық көкөністерді ұсақтап турап дайындап алатын боламыз. Қырыққабатты видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жұқалап соломка етіп турап аламыз. Тураған көкөністеріміздің барлығын араластыруға ыңғайлы болу үшін үлкендеу ыдысқа салатын боламыз. Ал ендігі кезекте қызыл болгар бұрышында осылай ұсақтап турап алып қырыққабаттың үстіне саламыз. Мен қызыл бұрышпен бірге ащы бұрыш қосып жібердім. Қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да қоспасаңыздар да болады. Ендігі кезекте сәбізді үкіштен өткізіп қызыл болгар бұрыштың үстіне қосамыз. Және де оның үстіне пиязды осылай ұсақтап турап бетіне саламыз. Енді туралған қиярды да жаңағы көкөністердің үстінен салатын боламыз. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі кезекте туралған қызанағымызды ыдысымызға қиярдың үстінен салып шығамыз. Ал енді сарымсақты да видеода көріп тұрғандарыңыздай ұсақ етіп турап үлкен ыдысымызға саламыз. Салатымыздың соңында аскөктерімізді ұсақтап турап қосамыз. Егер де ұнатпайтын болсаңыздар, мүлдем қоспауға да болады. Құрметті қыз-келіншектер, барлық көкөністердің мөлшерін описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Барлық көкөністерімізді жайғастырып болғаннан соң тұз және қант және 5 дана аспиринді алдын ала ұсақтап қосып, қолымызбен жақсылап, асықпай араластыратын боламыз. Егер де ыдыстарыңыз кішкентай болып жатса, немесе салаттарыңыз сыймай жатқан болса, таза дастарханның үстіне барлығын төгіп араластырып алсаңыздар да болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап осылай араластырып аласыздар. Мінеки жақсылап барлығын біркелкі етіп араластырып алдық. Қырыққабат пен сәбіздің көлемі біршама басылды және соңында салатымыздың үстінен қызып тұрған сұйық майымызды құямыз. Яғни майды алдын ала жақсылап қыздырып барып құйыңыздар. Ыстық майымызды құйып болғаннан кейін салатымызды соңында әбден жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай салатымыз біршама басылып азаяды. Ал ендігі кезекте бетін жақсылап жауып, шамамен 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Ал осы аралықта біз банкаларымызды жақсылап жуып булап аламыз. Мен мантаваркада 5-6 минут көлемінде булап алдым. Қақпақтарында 3-4 минуттай міндетті түрде қайнатып стерилдеп аламын. Салатымыз 1,5 сағаттай тұрды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай салаттың шырыны шығып, салатымыз дайын болды. Тағы да қолымызбен жақсылап араластырып жібереміз. Дәмін көріп, тұзы кем болса, осы уақытта тұз қосып жіберсеңіздер де болады. Енді біз стерилдеген банкаларымызға осы салатымызды салып шығамыз. Салатымызды салып жатқанда қолымызбен нығызда басып шығамыз. Осылайша барлық банкілерімізді толтырамыз. Қыздар, мен сіздерге осы кездегі иісін айтып жеткізе алмаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінеки салатымызды осылай салып шықтық. Ендігі кезекте артылып қалған шырынын банкамыздың үстіне құятын боламыз. Барлық банкамызға шырынын құйып болғаннан кейін қасықтың көмегімен видеодағыдай араларын ашып кішкене тесіп шығыңыздар. Сол кезде барлық жеріне біркелкі болып сіңеді. Артық қалған шырынын үстінен толтырып құйып шығамыз. Енді біз қайнататын ыдысқа бірінші майлықты төсеп алып, банкаларымызды салып қақпағын бұрамай жауып, үстінен салқын су құятын боламыз. Құрметті қыз-келіншектер, қазақ тілді осындай каналдардың кеңінен дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, осы видеом ұнап жатса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді осыны газға қойып толықтай қайнап шыққан сәттен бастап есептегенде 40 минуттай қайнатамыз. Менің банкаларым толықтай 40 минутта қайнап шықты. Енді қақпақтарын ешқандай ауа қалып кетпейтіндей етіп, арнайы банка жапқышпен бұрап шығамыз. Барлық банкаларымызды жауып, төңкеріп бетін қалың жамылғышпен жауып, бір түнге қалдырыңыздар.
Осымен біздің өте дәмді ерекше салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыстың күні кез келген тамақпен желініп кететіні сөзсіз.